شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Міне бүгін балалар мерекесіне орай мешітімізде бүлдіршіндерімізге азғантай сыйлықтарымызды үлестіріп, бір қуантып жатқан жайымыз бар. Аллах Тағала ниеттілігімізді қабыл етсін. Әрине, балаларды тек қана балаларды қорғау күнінде, тек қана мерекеде ғана емес, балаларымызға әрдайым сыйлық жасап, жақсы тәрбие беру, жақсы көркем түрде үлгі көрсету, бұл ата-ананың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам да кішкентай балаларға тәрбие беруді оның ата-анасына жүктеп, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да кішкентай бүлдіршіндерге, балаларға өзі де жақсы қарап, өз үлгісін көрсете білген. Баршамыздың ата-ана ретінде бала-шағамызға беріп отырған тәрбиемізге Аллах Тағала күш-қуат берсін. Баршамызға жақсылық берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аллах Тағала кішкентай ұрпақтарымыздың болашағын жарқын қылсын деп тілеймін. إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء